Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін әдеттегідей үйдің бір шаруасын жасап бітіремін деп шештім. Күн жұма болғандықтан үй тазаламаймын. Бүгін мына кір жуғыш машинамды тазалаймын деп шештім. Осыдан жарты жыл бұрын тазаладым. Барлық ішін ашып түгелімен. Одан кейін біраз уақыт өткен. Былайынша сүртіп алатынмын шаңын, анау-мынау жерлерін, бірақ осы жолы түгелімен тазалап шығамын деп шештім. Өйткені көріп тұрғандарыңыздай өте лас болып кетті. Ал сіздерге лайфхак болсын, ең кір жуғыш машинаны тазалау әдісі бұл қарапайым ас содасымен үйдегі кәдімгі ыдыс жуғыш, фейри болсын, қандай ыдыс жуғыш құрал пайдаланасыз, сол екеуін араластырып, барлығын мынандай бір кез келген ыдыс жуғыш мочалкамен осылайша ысып тазалап алсаңыз, стиралкаңыз тап-таза, жап-жаңа болып шыға келеді. Әсіресе әрбір кір жуып болғаннан кейін мына кір жуғыш машинаның екі ортасында, мына резинканың екі ортасында жиналған суды міндетті түрде құрғақ шүберекпен сүртіп алған дұрыс. Өйткені уақыт өте келе ол резинканың ортасында жиналған су резинканы қиып жіберуі мүмкін, және оны ауыстыруға мүлдем келмейді. Бұратала тек қана кір жуғыш машинаңызды ауыстырасыз. Одан гөрі әр жуған сайын мұқият болып ортасында жиналған суды сүртіп алып тұрған дұрыс. Мына жердегі суды. Ал су жиналғанмен қиып жібермесе де осындай өте лас болып барлық кірді осы жерге жинайды. Міндетті түрде осы қазір ол жерге де осы ас содасымен ыдыс жуғыш құралымды қиып ысқылап жуып аламын. Қолым жетпеген жерлерін мынандай тіс щеткасымен қарапайым әдейі осыған арналған сонымен тазалап аламын. Және кір жуғыш машинаның қақпағында да жиналған ластардың барлығында осылайынша сүртіп тазалап аламын. Одан кейін көбісінің мән бере бермейтін жерлері осындай жерлер. Бұл жерлерге де су немесе тағы порошок араласқан су тұрып қалатын болса, барлығы таттанып, шіріп түсуі мүмкін. Сондықтан да осылайынша барынша тазалап, мұқият құрғатып, сүртіп алған дұрыс. Осылайынша щетканың көмегімен барлығын тазалап шықтым. Енді бізде мына порошок салатын, кондиционер құятын жеріміздегі қалташаны алып аламын. Мына жерге де шаң, тозаң, лас, қоқымдар жиналған екен. Оны да щетканың көмегімен тазалап аламын. Енді мына қалташаның астын тазалаймыз. Өйткені бұл жерге артық порошок, әртүрлі кір жуатын құрылғылар төгілген. Барлығын әбден тазалаймыз. Және су өте хлорланған болғандықтан известковый налет дейді ғой, сол жиналып қалған, қақ тұрып қалған, яғни оны да осы губкамның көмегімен ысқылап жуып аламын. Және келесі ең басты жерлердің бірі ол осы жер. Бұл жерде кір жуғаннан қалған әртүрлі қоқым, ластар жиналып қалады. Міндетті түрде ашып осы жерді тазалап алыңыз. Мен біраздан ашпағаннан кейін мына жер қатып қалған екен. Мына қысқаштың көмегімен ашуға тура келді, өйткені өте қатты. Бұл жерді ашар алдын міндетті түрде астына тряпка, шүберек төсеп қойыңыз, өйткені бұл жерден лас су ағады, ішінен лас заттар шығады әртүрлі. Мен біраздан ашылмағаннан кейін қазір көреміз ішінен не шығатынын. Әйтіп-бүйтіп біраз әурелеп, әйтеуір аштым. Қақтан қатып қалған деймін, қақпағы әрең аштым. Міне өз көріп тұрғандарыңыздай осындай лас нәрселер шығады ішінен. Кейде тиындар шығады балалардың. Бұл жолы менде осындай бір нәрсе шықты. Бұл кәдімгі құрылыста пайдаланатын ара, кішкентай темір ара. Білмеймін қалай түскенін, әйтеуір балалар ойнап жүріп қалтасына салып алып келген деймін. Мен байқамағам, сонымен жуылғанда бұл стиралканың ішінен осындай жерінен шыққан. Сондықтан бұл жерін ашып тазалау өте маңызды.
Бұл жерде щеткамен қолым жетпеген жерлерін, қолым жеткен жерлерін кәдімгі мына губканың көмегімен тағы да содамен ысқылап жуып тазалап аламын. Ал мына қақпаның өзіне біраз лас нәрселер жиналған, көріп тұрғандарыңыздай раковинаның ішіне ластар төгіліп жатыр. Ондай барлығын щеткамен соданың көмегімен ысқылап жуып қайтадан орнына саламын. Порошок салатын кондиционер құятын қалташасында бір жуып алып, оны да қазір орнына қоямыз. Жууға алған барлық бөліктерін қайтадан орнына қойып шықтым. Енді түгелімен барлық жерінің іші сыртын шаңын сүртіп шығамын. Өйткені үстіне де шаң жиналған, әркім қолымен ұстап саусақтың іздері қалған. Және мына екі жағын әсіресе тазалап жуған дұрыс, өйткені екі жағында су шашырағаннан қалған судың дақтары, сондай нәрселер тұрып қалады. Оны да сүртіп тазалап алған дұрыс. Мен кір жуғыш машинамды тазалап болдым. Көріп тұрғандарыңыздай басындағыдай лас емес, барлығы кетті. Соданың көмегімен өте тамаша тазаланады. Жаңадан алғандай болды. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай ізде ештеме қалмады. Қарапайым соданың ғана көмегімен. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса, лайфхагым ұнап, өзіңіздің пайдаңызға жараса, мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.